елім деп еңіреп, жерім деп көз жасын төгіп, күндіз күлкіден түнде ұйқыдан айырылып, кешегі тоны көк батырлар сияқты түн ұйықтамадым. Түрік халқы үшін қанымды төктім деп айтқан тоны көк батыр сияқты ерлік жасап отқан Серікжанды жамандау, оны көре алмау, оның өсегін айту деген, бұл деген ұрпақтың алдындағы ең үлкен ұятсыздық, қиянат. Тарихта қарабеттердің қатарында қаласың да. Ұрпағының бетіне үлкен күйе жағылады. Бәленпай дейтін қарабеттің Қытайшы ағымын кешегі. Мына коммунизмдегі жаңағы Асқат Ыбырай, осада Асқат Ыбырайдың бала шағасы ертеңгі күні әкесінің осындай опасыз қазаққа жау болып кеткенін білсе, біліп те жүрген шығар. Ол ұрпағына деген үлкен қиянат болады да. Сондықтан ағайындар, бұндай тірлікті қойыңыздар. Біріңді қазақ, бірің дос, көрмесеңіздің бәрі бос. Серікжанды жамандағанды қойып, Серікжанға ғұмыр тілеп, денсаулық тілеу керекпіз ғой. Ол ақиқатты айтқан үшін қуылды. Ол шындықты айтып шырылдаған үшін жексұрын болып, әйтпесе қазы қартасын шайнап, сен сияқты, мен сияқты өшірді жүрмей ма тайран қалып? Нағып жырғағаннан Америкада жүр дейсің, бала шағасының, қатын баласының қасында болмай. Сондықтан қойыңыздар мынау тарих алдында, ұрпақ алдында қарабет болатын мына тірлікті тоқтатыңыздар. Қытайшыл қазақ, ұрушыл қазақ, жершіл қазақ, жікшіл қазақ. Не деген қазақ бұл, не деген бөлінген қазақ бұл? Біз Қытайда жүргенде шіркін Қазақстанға барып, таза қазақ болып қалсақ, ұрпағымызда таза қазақ болып қалса, мұсылман болып өлсек, калимамызды айтып өлсек, жаназамыз шықса екен деп келсек, ал мына жақта 40 пышақ болып қырылысқан, бірін бір жамандаған, қолынан келетіні өсек, тойлағаннан басқа білері жоқ, күндегі еститіні қиянат, кісі өлтіру, адам зорлау. Осы тірлік па, сонда біздің Қазақстанға іздеп келіп армандағанда көретініміз, еститініміз? Ондай болса, естір құлақ болса, тыңдайтын жүрек болса, біраз нәрсені айтып, басын қайырып, осы топтан, ұрпадан шегініп кетіңіздер барлығыңыз. Тыңдаудың да, оған еріп құртып, оған мен сияқты жауап берудің де қажет жоқ. Өйткені уақыт деген қылыш, сен оны кесіп түспесең, ол сені кесіп түседі дейді. Уақытымызды жақсы нәрсеге арнайық, елге жерге қызмет едік. Аман болыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бұл бауырымыздың аты мен тіпті білмеймін. Осы әлгінде ғана ата жұрттың азаматтар жіберіп беріпті. Бұл кісі айтып отырған топ қандай топ? Өткенде мына Бағлан Шарымбай деген бауырымыз Фейсбукте де жазды. Мына WhatsApp'та бір группа бар екен. Ол группа сол таңғы сағат 8-ден бастап түнгі сағат 10-11-ге дейін Серікжанды жамандайды екен деп таңырқап жазып отыр. Ол группа жұмыс істеген 5-6 жыл болды. 5-6 жыл болды. Кәдімгі бір мекеме құрылып жұмыс істеп отыр. Кәдімгі мекеме сияқты да. Енді сіз көз алдыңызға елестетіңіз. Ата жұрт не істеп қойды? Ата жұрт ойбай халықтың ақшасын. Миллиардтап алып Назарбаев ұрдады. Қызы Дариға ұрдады. Анау әлиясы бар, тағы бір қыздардың аты кім еді, сол ұрылады. Інісі Қайрат Сатыбалды ұрылады. Құдасы Жегжат ұрылады. Солар миллиардтап ұрлап, солар шетел асырып отыр ғой.
Олардың миллиардын айтпайды. Бізді айтады, біз ол халықтан 17-18 жейдік, одан кейін жиған жоқпыз. Неге? Халық өзі келді. Офисімізді қайта тартып алады. Қайтадан үстел керек, орындық керектен бір-ақ күнде жиып тастады. Астанадан офис аштық. Бір-ақ күнде компьютермен, кресломен, орындықпен тіпті қамдап тастады. Бір-ақ күнде офисімізді жігіттер келіп, бөліп, әжетхананы бөліп, душ жасап беріп кетті. Алла разы болсын. Сол жігіттердің бар ғой, атын да білмеймін қазір. Бірақ біздің жігіттердің архивінде, базасында сақтаулы тұр, телефондар тұр. Ертең Қазақстан демократиялы ел болғанда біз ол жігіттердің бәріне ескерткіш қоятындай алтын жігіттер. Қарапайым жігіттер, кәдімгі сылақшы, шеге қағатын, мына үйдің ортасынан қабырға қойып орнататын. Жүректері алтын ғой. Сол жігіттердің жүрегі алтын. Ол біз құсап эфирде сөйлеп тұрған жоқ. Бірақ аға, сіздің офисіңізге көмек керек екен. Мына офисіңізді 2 бөлмеге бөлек, әжетхананы бөліп бер деп айтып екенсіз, біз келейік деп. Айналайындар, мен төлейтін ақшам жоқ дедім. Жоқ аға, біз өзіміз істеп береміз деді. Міне, қарапайым құрылысшы жігіттер, міне алтын жігіттер. Ал соны мыналар күні-түні жамандайды. Ойбай, халық тазыр. Неге? Бұның ішінде Қытайдан келген бір топ қазақ бар. Шымкенттің бір топ қазағы бар. Және Шымкент емес, Қазақстан басқа жердің қазақ. Монғолиядан келген қазақтар бар. Бұның барлығын әдейіге жаңағы жан-жақтан Монғолиядан келген бір журналист бір қатын бар, атын білмеймін. Ақсұңқар Ақын баба деді ма? Сол анда барған, мында барған, анда журналист болған, мында журналист болған, енді жұмыссыз қаңғып қалған, тұратын үйде жоқ, байда жоқ, балада жоқ, жаңағы қалып қалған кәдімгі. Енді сүйкімді болса, жақсы болса, енді бір еркекке тиіп, соның сасық қолтығын иіскеп, баласын туып жатпай ма? Сол 24 сағат мені жамандайды. 24 сағат енді. Бір тәулікте 24 сағат, бір аптада 7 күн, бір жылда 12-365 күн сол мені жамандайды. Болмаса ол қыздың түрін көргем жоқ. Құдай, баяғыда бозбала болып, сері болып жүрген кезде бір бүлдіріп қойған бәлелеріме дейін десең, ондай қылығым да жоқ, жаман да жоқ ол. Біз ол саусағын бүйтіп ұстамайтынбыз ғой біз. Ал енді немене? Оның бәріне төлеп отыр. Кім төлеп отыр? Мынау Қазақстанда Қытай диаспорасы ұйымдар бар. Оларға Қытайдан келіп отқан қисапсыз айлық бар. Олар мына бүкіл дүниені басып қалып отыр. Қытайдың мына CNPC, Sinopec компаниялар, олар консультант деп ай сайын оларға 15 мың, 20 мың доллар төлеп отыр. Олар дәу-дәу жиптерді мініп Алматыда бәленбай даңғардайса, олар соның бәрін ақша ұйымдастырады. 60 қалың еркек жиналып, Ахметбек Нұрсиласы бар, қалың 60 еркек жиналып, күні-түні мені жамандап, мен түрмеден шыққан кезде 2019 жылдың күзінде 60 адамдық конференция өткізеді ғой, 60 еркек, Серікжаннан көрген қорлығым, Серікжаннан тартқан зорлығым деп. Соның бәрін кім ұйымдастыр? Сол Қытай диаспорасының жетекшісі Омарәлі Әділбек, соның залдың ақшасын төлеп, бәрінің әбетін төлеп, сол Омарәлі Әділбек ұйымдастырып жүр. Міне 5 жыл болды. Сен, мысалы, осында отырған, қазір 1000-ға жуық қазақ тыңдап отырсың. Бір адамды 5 жыл жаманда десе, жамандайсыз ба? Таңертең көзіңізді тырнап ашып, мына Серікжан деген оңбаған деп сөйлеп, содан кешкі сағат 10-да аяқта, мына Серікжан деген оңбаған, ол арандатушы, ол провокатор, мынау Қытайда бәрі жақсы, бәрі дұрыс, мына Қытай мен қазақтың достығын бүлдіріп, мына Қытайда тыныш жатқан, елді қаматқан сол, мына Назарбаев жасасын, елбасымыз жасасын, аман болсын, сау болсын деп телефонды өшіп, таңертең көзіңді тырнап ашып, борбайыңды тырт-тырт қасып, мына Серікжан деген арандатушы деп жұмыс бастап, өсті 5 жыл жұмыс десе, істейсің ба? Істемейсің. Ақша төлемесе, әкеңнің басына істейсің ба? Күні-түні басқа тірлік жоқ. Қатын бала шағаны кім бағады, малды кім бағады, сиырды кім сауады, егінді кім омырады, шөпті кім тасиды? Жоқ, олардың жұмысы сол, себеп төлеп отыр оларға. Ол арып ашып, құрылыста істеп, арып ашып, таксобайт қып жүріп, тапқан табыстан жақсы табады. Отырып алып, сол бетті сатады, арды сатады, иманды сатады.